Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткеннен де, болашағынан да қол үзеді. Ұлт болудың бір емес, бірнеше шарты бар. Соның ең басты және ең негізгі шарты ұлттық тіл. Тіл тазалық үшін күрес, ешқашан толастамайтын, мәңгілік күрес. Ұлт үшін тілінен қымбат еш нәрсе жоқ. Ұлттық руханиятымыздың өзегі тіл. Кімде-кім ана тілін, әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Қазақтың тілі қазақтың жаны, халқымыздың тарихы да, тағдыры да тілінде. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев.